Сіз балалық шақтың ойындарын ойнадыңыз ба? Мысалы 1, 2, 3 қатып қалған ескерткіш немесе секіру және арқан тартыс сияқты ойындар. Бұл қалыпсыз жарыс балалар ойындарының кезеңдерінен өтеді. 456 қатысушының арасынан тек бір жеңімпаз шығады. Жеңімпаз 45 миллиард 600 миллион вонды 162 миллиард теңгеге тең бас жүлдені алып кете алады. Ал жеңілгендер өз өмірлерін жоғалтады. Барлығына сәлем, мен Еркемін. Бүгін мен сізге бүкіл әлемде және TikTokта хит болған кино туралы айтамын. Ең жаңа қорқыныш ақылды күрес Корей драмасы «Кальмар ойыны». Ендеше бүгін әңгімені бастайық. Біздің кейіпкеріміз Арчи бала кезінен атаман болды. Қайсар мінезі оның бала кезіндегі ойындарды асыға күтуге мәжбүр етті. Бірақ Арчидің ересек өмірі соншалықты мәз емес еді. Жасы 40-тан асқан ол әлі қарт анасымен тұрады. Ол қарапайым жұмыс жасап күн көреді. Бұл күн Арчидің қызының туған күні. Бірақ ода туған күн өткізуге ақша жоқ. Ол қолын созып анасынан ақша сұрауға мәжбүр болды. Қарт анасы жинаған зейнетақы ақшасын беріп қызымен қуырылған тауық етін жеуге жіберді. Бірақ Арчи мұны жеткілікті деп ойламады. Қарт ана кеткен соң сорымадан қарт ананың жинақ картасын жасырып алып шықты. Нәтижесінде ақшаны алу кезінде ол картаның паролі ауысқанын анықтады. Арчи қарияның немересін бәрінен жақсы көретін есіне алып қызының туған күнін енгізіп ақшаны шығарды. Бірақ Арчи ақшаны қызының туған күніне жұмсамай казиноға келді. Бірақ ол таңдаған сан сәтті болмады. Таңдауы қате болды. Арчи қалған барлық ақшаны қызының туған күнін таңдап салды. Сол кезде ол ұзақ уақыт бойы ұтпаған 45 миллиард 600 миллион ұтқа ие болды. Арчи ақшаны алып қуанғаннан кассирге 100 мың вонды беріп кетті. Содан кейін ол қызына хабарласып лайықты туған күн өткізуге дайындық жасады. Нәтижесінде Арчи ойын-сауықтан шыққан кезде алдынан бандиттер шыға келді. Арчи қатты қорқып қашты. Жолда бір қызға соқтығысып қалды. Оны орнынан тұрғызып кешірім сұрады. Сөйтіп Арчи алысқа кете алмады. Шарасыздықтан Арчи ұтқан ақшасын өтеу үшін бандиттерге бергісі келді. Бірақ ол қалтасының бос екенін байқады. Сонда ғана соқтығысқан қыздың ұры екенін түсінді. Қалтасы бос Арчи амалсыздан бандиттерге денесінен бас тарту туралы келісімге қол қоюға мәжбүр болды. Егер олар 100 миллионнан астам пайызды бір ай ішінде төлемесе, ол қарызды қайтару үшін өз органдарын сатады. Кейін ақшасыз Арчи ұяты ысырып қойып 100 мың вонды кассирден кері алды. Ол 10 мыңды ойын машинасына барып қызына сыйлық жасағысы келді. Қуыршақ аулайтын баланың көмегі болмаса, ол ала алмайтын еді. Ол жабық қорапта сыйлық алды. Қызына сыйлады. Қызы жабық қорапта қараса, ол тапыншы тәрізді отық екен. Ұядан жерге кірер табады. Бұрынғы әйелінің үйіне қызын апарғаннан кейін Арчи метроға үлгермеді. Дәл осы кезде оған костюм мен былғары аяқ киім киген бейтаныс адам келді. Арчи бұл адамды сатушы деп ойлап сөйлесе келмеді. Әзірше бұл адамға Лю ағасы деп айтты. Лю ағасы Арчимен фишка ойнақ келетінін айтты. Арчи бұған күдікпен қарайды. Бұған адам 100 мың вон алады. Кезінде атаман болған ол күтпеген жерден бірінші ойында жеңіліп қалды. Бірақ беретін ақшасы болмады. Лю ағай оған ашуланбады. Ақшаның орнына бір шапалақ берді. Арчи іштей былай есептескеніне мәз болып жалғасып ойнай берді. Жүздеген шапалақтардан кейін беті быт-шыт болды. Ақырында ол әрең бір жеңгенде оған шынымен 100 мың вон төледі. Ол таяу жеу арқылы көп ақша ұтып алды. Лю ағай Арчидің ақшасының дәмін тартқанын көргенде орнынан тұрып, Арчидің қиындыққа тап болған туралы, бәрін білетін туралы айтты. Арчи Людің неге оны өзін зерттеп жатқанын сұрады, бірақ Лю ағай жауап бермеді, тек визиткасын қалдырды. Егер Арчи әлі де осылай ақша тапқысы келсе, оған визит карточкасы арқылы хабарласа алатынын мәлімдеді. Ол тапқан ақшасына анасын қуанту үшін балық сатып алды. Балық сатушы апаның көзілдірікті баласы Арчимен бірге өскен. Ол өте үздік оқушы еді. Балықты үйге апарған Арчи қалған ақшаны анасына қалдырды, бірақ анасы қуанған жоқ. Себебі ұлының беті қызарып кеткенін көріп уайымдады. Әңгімеден әңгіме шығып, Арчидің қызының келесі жылы өгей әкесімен ақшқа көшетінін білді. Анасы оған егер баланы тәрбиелеуге қаржылық мүмкіндігі бар екенін дәлелдей алатын болса, баланы қалдыруға мүмкіндігі бар екенін айтты. Арчи өз қызын бергісі келмеді. Сәл ойланып, ақыры визит карточкасындағы нөмірді терді. Көп ұзамай автокөлік Арчиді алып кетті. Ол көліктің ішінен шыққан түтіннен талып кетті. Ол қайтадан оянса, бейтаныс жерде жатыр екен. Бұл жерде супермаркеттің сөресі сияқты тығыз жатқан жүздеген адамдар бар. Қараңғыда кәсіби тобыларды үнемі бақылап отырады. Арчи төсектен тұрып бір нөмірлі қариямен сөйлесті. Біз оны қария бір дейміз. Қария мұнда келмес бұрын жаман дертке шалдыққан, сондықтан өлімнен қорықпайды. Ол мұнда үлкен жерге жетуге барын салатынын айтты. Бір кезде көпшілік арасынан шошты. Жылан татуировкасы бар ер адам Арчимен соқтығысқан ұрлықшы қызға тиісіп жатты. Біз оларды ұрлықшы қыз бен жыланбас деп атаймыз. Әңгіме тыңдалғаннан кейін ұрлықшы қыз жыланбасының шәкірті болыпты және үйреніп бітіргеннен кейін оның бақылауынан қашып кеткен екен. Жыланбас ұрлықшы қызға тиіседі. Арчи оны маған бер деп жыланбасты тоқтатып, әлі де ұрланған ақшасын қайтарғысы келді. Үш адам жанжалдасып көптеген көрермендерді қызықтырды. Бәрінің оянған
болғанын көріп, қызыл киімді маскасы бар адам сахнаға шықты. Маска адам алдағы 6 күнде 6 ойын өтетінін ұйымдастырушының атынан жариялады. Жеңімпаз 45 миллиард 600 миллионға дейін сыйақы алады. Оған ешкім сенбеді. Маска киген адам қатысушылардың жеке ақпаратын жариялады. Бұл жерде бәрі қарызы бар кедейлер болып шығады. Олар ақша үшін жарыс келісіміне бірінен соң бірі қол қойды. Келісімде тек 3 тармақ бар. Бірінші, қатысушы ойынды өз еркімен үзе алмайды. Екіншісі, қатысушы ойыннан бас тартса ойыннан шықты деп есептеледі. Үшіншісі, қатысушылардың жартысынан көбі ойынды үзуге болады деп келіскен. Бірінші ойын басталуға жақын қалды. Ойыншылар камераның алдына соңғы рет күлгенін білмеді. Барлық ойыншылар ұзақ және күрделі өткелден өтіп бос алаңға жетті. Осы кезде Арчи көпшіліктің ішінде бірге өскен көзілдірікті Очкарикті танып қалды. Ол Шаңмұндандағы Сеул ұлттық университетіне алғаш болып келген озат оқушы еді. Ол мұндай ойынға қалай келіп тұр деп ойлады. Сөйтсе, көзәйнек салған инвестиция сәтсіз болып, көп қарызға батып, осы конкурсқа қатысуға мәжбүр екен. Артқы есік жабылған кезде ойын басталды. Бірінші ойын 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп аталады. Ойын ережелері қарапайым. Мәре сызығындағы робот 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп айтқан кезде барлығы мәре сызығына жетуі керек. Робот басын бұрғанда әрекеті тоқтау керек. Егер дене қайтадан қозғалса, ол ойыннан шығады. Мәреге 5 минут ішінде жетсе жеңеді. Егер уақыт аяқталғанда мәреге жетпегендер ойыннан шығады. Бұл ойынды барлығы да ойнап көрген, сол үшін бәрі оңай болатынына сенімді. Робот жайлап 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп айқайлағанда сары шашты жігіт бірінші орын алады. Бірақ робот басын бұрғанда ол денесін тепе-теңдік ұстай алмады. Бір қатты дыбыспен бірге сары шашты жігіт құлап түсті. Барлығы оны наркозға ұшырады деп ойлады. Бірақ екінші ойыншы сары шаштыны қанға толғанын көргенде ол қорыққаннан бұрыла қашты. Тағы бір ойыншы атып өлтірілді. Ойыншылар ойыннан шығу деген өлімді білдіретінін түсінді. Оқиға орнында тәртіпсіздік, айқай-шу, аяқ дыбысы мен бірінен соң бірі оқ атылды. Сайысқа қатысушылар шыбын шақырылып құлап бастады. Тозақ деген осы шығар. Тек жылдам әрекет еткен және ақыл-ой тұрақты ойыншылар ғана орында тұруды таңдады. Қалған адамдар қорыққаннан қозғалуға батылы бармады. Тек қария бірінші жымиып алға қарай жүрді. Қария бірінің әрекетіне сүйелмелдене отырып, барлық қатысушылар баяулап алға ұмтыла бастады. Робот те сөйлеп бастады. Ойын күрделене түсті. Осы кезде білімді Очкарик өзінің байқағанын жерде отырған Арчиге айтты. Егер сен басқа адамдардың артына жасырынсаң, сені байқамайды. Ақырында Арчи орнынан тұрып жарысты жалғастырды. Ол Очкариктің айтқан ақылымен дәлелдеп соңына дейін жетті. Осылайша ойыншылар сансыз құрбандықтар жасағаннан кейін жетекші құрамдағы кейбір адамдар мәре сызығын кесіп өте бастайды. Қария бір ырыл-шықыл-жыланбас Очкарик бәрі тізімде. Уақыт бітуіне соңғы секундтар қалған кезде Арчи мәйітті басып кездейсоқ алға қарай құлады. Өмір мен өлім сәтінде оның артында бір қол ұстап қалды. Шетелдік дозорный бұл жағдайда Арчиді құтқарды. Екеуі нүктеге қадам басып сызықты кесіп өтіп, жеңіске әрең бірге жетті. Кері санақ аяқталғанда мәреге жетпеген ойыншылар атылды. Оның бәрі бұл қатал ойынның бастауы ғана еді. Ұйымдастырушылардың жындылығы мен байлықтан семіргендердің күшінің бір шетін ғана ашты. Бірінші серияның соңы.